Умка, сен онымен бірге тұрасың, бірге жүресіңдер, бірге қыдырасыңдар. Сондықтан бұл саған қатты қиынға соқпайды деп ойлаймын. Ну, главное, баланы өзіме толықтай алып алсам болды. Мен сені ұмытпаймын. Келістік қой. Мам, қаласаңыз десем, неге қырсығып тұрсыз? Ой, жарығым-ау. Қырсығып тұрған мен жоқ. Несіне қырсығам? Есіңде ме, әкең марқұм. Бір жаққа барса, бір сағатқа қалмаушы еді ғой, үйін сағынып. Есімде, бірақ мам, шынымды айтайын, жалғыз жататыныңыз жаныма батады. Жол ол алыс. Бірақ бұйырса мезетті алған соң, сізді де жаныма көшіріп аламын. Жарығым-ау, рахмет. Кім айтты мен жалғыз деп, а? Сендер барда мен жалғыз емеспін. Сосын үйді ессіз қалдыруға болмайды ғой. Болды, мен қайтайын. Таксиім келген шығайды. Жеткесін жазыңыз. Жарайды. Құлыным-ау, ертең бірге барайын ба, сенімен бірге? Жоқ, мам, әуре болмай қойыңыз. Адвокат мықты кісі, сенімдімін толықтай. Хабарын айтам ғой сосын. Жарайды, жарығым. Жақсы. Аға, жолыңыз болсын. Сау болыңдар. Жамина тете, шаршаған жоқсыз ба? Умка неге келмей кетті? Ол қызды шаршады десең болады. Ал мен не істеп шаршаймын? Көріп жүрмін. Бірақ жасаған жақсылық үшін, көмек үшін бір күшті сюрприз дайындап жүрмін оған. Жандос та кешігіп жатыр. Мен шай қоя берейін бар. Жамина тете, мен негізі сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Сұрай ғой, не болды? Бірақ кішкене ыңғайсызданып тұрмын. Мен сізден Жандос туралы сұрайын деп едім. Ол бұрын үйленген бе? Жоқ, мүлдем үйленбеген. Оның да бірақ себебі бар. Жандос үйінің үлкені. Соңынан ерген 2 қарындасы бар. Әке шешелері егде тартқан кісілер. Солардың жағдайын жасаймын деп оқып жүргенде де жұмыс істейтін. Енді мен тәтесімін ғой, жаным ашып. Кейде айтып қоям, үйленсеңші, өсіп жүре бересің ба, бара-бара жалғыз қаласың деп. Сонда маған қалжыңдап қояды, қарастырып жүрмін ғой деп. Әйтеуір өзіне лайықты бір адалжан кездессе екен деп Құдайдан тілеймін. Жандос негізі өте жақсы жігіт. Жақсы жан кездесуіне мен де тілектеспін. Жандос кеп қалады ғой. Мен барып чай қоя берейінші. Жақсы. Кешірші жеңге. Кодын ұмытып қалған ба бұл? Мам? Қызым. Мам, сіз папаға ештеңе айтқан жоқсыз ғой, ә? Жоқ. Ештеңе айтпадым. Ол білсе білесің ғой не болатын. Әлде айтайын ба? Жоқ, керек емес. Ештеңе айтпай қойыңыз. Өз проблемамды өзім шешетін жасқа келдім ғой. Бірақ проблема да болған жоқ қой. Өзім алаңға сарланып құлап қалдым. Рас па? Иә, мам, 100 рет сұрадыңыз ғой. Одан да сіздерде не болып жатыр, не жаңалық, не өзгеріс. Соны айтыңыз. Не айтайын? Балаларымның ұйымдастырған керемет өмірін сүріп жатырмын. Қызым травма алып больницаға түседі. Якобы құлап қалдым дейді.
Ұлым әйелімен соттасып, баласын бөлісе алмай жүр. Сән салон емес, сот пен больницаның арасында жүрмін. Сот? Саған айтпай-ақ қояйын деп едім. Бірақ ағаңның жағдайы мәз емес. Ол не істеп жүргенін өзі білмейді. Араққа әуес болды. Олмен дұрыстап сөйлесу мүмкін емес. Ертең сот Айшаның есебіне шешілсе, Архатқа бірдеңе бола ма деп қорқам. Мам, сіз неге жеңгемнің жағдайын ойламайсыз? Брат вообще не по-мужски поступает. Бала әрдайым анасымен болу керек. Зачем вы все это делаете? Я не понимаю. Қызым, Мам, это неправильно. Сіз ана ретінде, әйел ретінде Айшаны түсіну керексіз ғой. Жарайды, Айшаны қолдамайсыз. Медетті ойламайсыз ба, мам? енді маған не қыл дейсің? Сот баланы Архатқа берді. Мен бұған ешқандай да қатысым жоқ. Қалай берді? Енді болады дедіңіз ғой сот? Бұл екінші сот. Екінші? Мам, қандай адамсыздар сіздер өзі? Бұл жағдайды папа біле ма? Жақында білді. Трубка не үшін алмайсың? Мен соткам бұзылып қалды да, сол ремонтқа берген, мына новый сотка сатып алғанмын ғой сол. Біраз түсірдің ба? Бар ма? Бар ма? Көрсет. Йо, ана соткада қалып кетті. Бірақ ертең бәрі шын айтып болады. Сен де менімен ойнайын деп шештің бе не? А? Жоқ, шын айтып тұрмын. Точно? Иә. Байқа. Білесің, жұмысына қарай ақшасы. Ертең ана с**каны мен сотта жеңу керек. Ұқтың ба? Алдыма келіп, зерлеп тұрып кешірім сұрау керек. Надеюсь, ертең ешқандай проблема болмайды. Давай. Бәрі өзің ойыңдағындай болып шықсын. Ертең өзің барасың ба әлде? Жандос қалып кетсін деймін бе? Ол онсыз да маған көмектесем деп қанша күн жұмыстан қалды. Жұмыс істесін қайта. Жарайды онда. Мен кеттім, Жандос күтіп қалған шығар. Жақсы онда. Жолыңыз болсын. Жақсы. Сізге үлкен рахмет Жәмилә тәте. Сау бол. Сара, сен қайдан жүрсің, тыныштық па? Жеңге қалайсыз? Жақсы. Жеңге, мен кешіріңізші, болып жатқанын бірде-біреуін білген жоқпын. Мен кешіріңізші. Сара, бәрі жақсы, уайымдама, жылама. Ештеңе де болған жоқ. Пап, неге көңілсізсің? Ештеңе балам, жай. Не болды? Пап, сен мені сағынасың ба? Не? Бұл не сұрақ? Мен ертеңнен бастап мамамен бірге тұратын болам ғой. Сосын сен мені сағынасың ба? Мен сені ешкімге бермеймін. Мамаңа бармайсың, ұқтың ба? Ну, пап, Болды. Сен ше? Сен кіммен тұрғың келеді? мен барлығымен тұрғым келеді. Давайте мама екеулерің бұрынғыдай достасасыңдар. Білмеймін балам. Елетейін ба? Давай. Екеулерің кішкентай саусақтардан ұстайсыңдар. Мхм. Сосын айтасың.
Мирись, мирись, мирись. Больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться. А кусаться ни при чем, я ударю кирпичом. А кирпич сломается, дружба начинается. Дейсіздер, хорошо? Ақылдым сол. Хорошо, болды. Сосын бастық мені өзінің оң қолы етіп алды. Бүкіл маңызды кездесулерге, бүкіл жерге ертіп апарады. Жалақымды да көбейтті. Әйтпесе мына пәтерді жалдау қайда? Өзімнің пәтеріме де ақша жинап жүрмін. Бұйыртса 1-2 жылда оған да қол жеткіземін. Бастысы ертеңгі сот отырысы оңынан болса екен. Медет үшін барлығы. Мә, жеңге, өміріңізде қанша нәрсе болды. Мен ешқайсысын білмеймін ғой. Неге маған айтпағансыз? Мен сен біледі екен деп ойладым. Біліп жүріп, маған ренжіп жүрген шығарсың деп жүрдім. Вы чё, жеңге? Сізге не үшін ренжу керекпін? Керісінше білгенде сізге көмектесетін едім. Қалай бәріне шыдағансыз? Балам үшін шыдадым. Тіпті оған көніп жүре беремін деп те ойладым. Бірақ жарайды, мені қойшы. Бұл барлығы өтті кетті, бастысы барлығы жақсы болса болды. Өзіңде не жаңалық? Алдында сөйлескенде бір жігітпен таныстым деп жатыр едің ғой. Ол ма? Жақсы. Бірге тұрып жатырмыз. Немене? Бірге? Иә. Папа қалай рұқсат берді? Білмеймін. Мен сияқты ол да біздің сезімімізге сенген шығар. Так, тоқташы, дұрыстап айтшы, не болды? Рұқсатын бекер берді. Все это было зря. Қалай сонда, не болды? Ренжітіп жүр ма не? Жоқ, ондай емес. Өзім бастадым ғой енді. Өзім шыдаймын соңына дейін. Шыдаймын деген несі? Не нәрсеге шыдайсың? Жеңге, у нас просто характері разный. И все? Я отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ. Сара, сен мен бірдеңе жасырып тұрсың. Қалай бар, солай айтшы. Жеңге, ол жағын өзім шешем. Сара, көмек керек болса айт. Бұның соңы жақсылыққа апармайды. Сен бізде жалғызсың, сен бізге керексің. Жарай ма? Жақсы. Рахмет сізге, жеңге. Бәрі үшін мені де, отбасымды да кешіріңізші. Әділ, сен бе? Иә. Сен неге ұйықтамай отырсың? Ұйқым қашып кетті. Ертең сотқа барасың ба? Міндетті түрде. Айшаның қасында болып, бәрінің әділетті өткенін қадағалайым. Архат ше? Ол да қарап қалмас. Оның бұл уақытқа дейін не істегендерінің бәрін білдім. Оған 1 грамм да жаным ашымайды. Екеуін қайта қосу керек. Сендердің осы уақытқа дейін істегендеріңді біле тұра, Айша қайтып келеді деп ойлайсың ба? Жоқ, Сәне. Енді бәрі кеш. Әділ. Ертең маңызды күн. Ертерек жатуым керек. Қызыңмен сөйлестің бе? Иә. Айшаның адресін алды. Басқа түк айтпады ма? Жоқ. Не болды? Не айту керек еді? Жай, ештеңе емес. Мен Сараға баратын шығармын. Оған несін барасың? Жас отбасының үйіне қайта-қайта жылтың-жылтың етіп бара берудің қажеті жоқ. Бармайық қой. Жарайды. Барма десең бармайым. Ол... Жарайды, қойшы. Не болды? Сараға бірдеңе болды ма? Жоқ, ештеңе. Бәрі жақсы. Сәне, не жасырып отырсың?
Сара ауруханаға жатып шықты. Қашан? Не үшін? Не болды? Нақты білмеймін. Басынан соқ қалдым дейді. Сәния, сен бар ғой, сен... Не мен? Айтсам да кінәлімін, айтпасам да кінәлімін. Өзімнің басым қатып отыр. Бәріне мен кінәлімін. Мен ақ құрып кетейінші, осы үйден құрып кетейінші. Алло, Нұрхан, келіп қалдыңыз ба? Аха, жақсы, мен осындамын. Ого, и ты тут. Че там дайынсың ба? Архат, дұрыстап сөйлесші. Мен саған қалай сөйлеп тұрмын сонда? Дұрыс емес сөйлеп тұрмын ба? Айша, бәрін бастаған өзің. Енді амал жоқ, шыда. Жеңілетін білесің, зачем так айтшы? Мейлі, өзің біл. Жақсы, давай. Алло, пап. Қызым, қалайсың? Пап, қайдасыз? Қызым, мен қазір жетем. Бір шаруалар шығып қалды. Мен үлгірем, уайымдама. Тезірек келіңізші. Ештеңеде қорықпа, жарай ма? Дастан. Дастан. Обратно его нет. Дастан. Пап. Алло, Нұрхан, қайдасыз? Алло, Айша ханым, кешірім өтінемін. Мен келе алмайтын болдым. Қалай келмейсіз, неге келмейсіз? Солай болып қалды. Ақшаңызды бәрін қайтарып беремін. Кешірім Жоқ, сұраймын. қайдағы ақшасы? Тұрыңыздар, сот келе жатыр. Отырыңыздар. Айша Бақытжанқызы, сіздің қорғаушыңыз қайда? Айша Бақытжанқызы, тұрыңыз. Сіздің қорғаушыңыз қайда деп сұрап тұрмын. Жауап беріңіз. Кәне қызым, сөйлесейік. Пап, менде бәрі жақсы. Бәрі дұрыс, шын айтам. Бәрі жақсы адам осыншама жылай ма? Жай сіздерді сағындым. Сағындым. Біз бір қалада тұрамыз, қызым. Басқаша. Жақсы. Ауруханаға не үшін түстің? Құлап қалдым. Өзің құлап қалдың ба? Әлде біреу итеріп жіберді? Иә, пап, өзім құлап қалдым. Осындай сұрақ қоя бермеңізші, мен кішкентай емеспін ғой. Дастан қайда? Білмеймін. Осындай қиын күйінде Дастан неге үйде болмайды? Оны да білмеймін. Қызым, егер маған шындықты айтпасаң, ал мен біліп отырмын сенің өтірік айтып отырғаныңды. Мен саған көмектесе алмаймын.
Бар шындықты айтпасаң, кейін кеш болады, қызым. Келдім. О, Батя. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Мына түріңе не болған? Іштім, Батя. Айып етпеңізші. Дос балам әйел босанған ғой. Соны жудық. Түсінікті. Сара, жүр, үйге барамыз. Қайда алып кетіп бара жатсыз? Оның үйі осы жер ғой. Алло. Иә, Айша. Алло, пап, менің адвокатым келмеді. Қалайша? Бас тартып жатыр. Сотта жалғыз отырмын. Жақсы, мен қазір барам. Пап, сіз Айшаға керек, сол жаққа барыңыз. Сара, дәл қазір үйге бар. Жылдам. Жақсы, Батя. Тоқташы. Сара. Құрметті сот, біз бұған дейінгі болған сотта Айша ханымның жағдайын айтып кеткен болатынбыз. Оның балаға ие бола алмайтынына және де дұрыс тәрбие бере алмайтынына бірнеше дәлел келтірген едік. Міне бүгінде сотқа салғырт қарап, сот залына адвокатсыз келіп отырғанын көріп отырмыз. Ол негіз келу керек еді. Тыныштық сақтаңыз, Айша Бақчанқызы. Құрметті сот, жалғастыруға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Өткендегі дәлелдерден бөлек, біз бүгін сот залына бірнеше куәгерлерді әкеліп отырмыз. Олар Айша ханыммен өмірде жақын араласып жүрген және баланың өміріне немқұрайлы қарамайтын адамдар. Олар Айша ханымның қандай адам екенін айтып бере алады. Шақыруға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Куәгерлікке Айша ханымның жақын құрбысы Жанна Оралбай шақырылады. Жанна? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Құрметті сот, мен Айша Бақчанқызының университеттен келе жатқан құрбысымын. Айша медетке жақсы ана бола алмайды. Жанна, сен не айтып тұрсың? Айша Бақчанқызы, тынышталыңыз. Тағы бір ескерту алсаңыз, сот залынан шығарыласыз. Жалғастыра беріңіз. Мен ашесіз, Жанна. Архат, не болды? Не маған өтіп айтатын болғансың мен? Білмей қалады деп ойладың ба? Қаншен екіқабат болғаның ең? Тыңда бер, сосын мен баламда не шатағым бар сенге? Айдалға не үшін жібергенсің оны? Тыңда, тыныштал, дұрыста жыламан, тыңда мені. Тыңда, ертең сотқа барасың да, ана Айшан кім екен полностью айтып бересің, ұқтың ба? Ұқтың ба деме? Ұқтым. Басты кетіріп сен. Оған негізі бірақ нәрсе керек, баланы пайдаланып, мемлекеттен үй мен пособие алып, соған өмір сүріп жатпақшы ғой. Архатқа да сол үшін негізі тұрмысқа шыққан расчетпен, яғни. Архат ақылды азамат, оның бүкіл қылықтарына үндемей көніп келді. Айшаның өзіне де ескерттім, қой дедім. Бір күні от шығады деп айттым, міне шықты от. Еще тағы да қандай жағдай? Кешірім сұраймын. Айша ханымның қорғаушысы жемқорлықтың құрбаны болғандықтан оны алмастыруға рұқсат етіңіз. Аты жөніңіз, құжаттарыңыз, өтінішіңізді хатшыға тапсырыңыз. Құрметті сот, мен қарсымын. Ол оның туысы, сондықтан адвокат бола алмайды. Кешіріңіз, сіздер ажырасып кеткелі бері, мен енді Айша ханымға ешкім емеспін. Куәгер, қосарыңыз бар ма? Жоқ, құрметті сот, әділ шешім шығады деген сенімдемін. Қорғаушы жақ, сізде сұрақ бар ма? Бар. Құрметті куәгер, айтыңызшы, сіздің айтқан айыптауларыңызға қандай да бір дәлел бар ма? Менің өзім қанша жылдық дәлелім ғой, не дәлел керек басқа? Құрметті сот, ешбір дәлелсіз айтылған айыптауларды қабылдамауыңызды сұраймын. Дәлел бар. Құрметті сот, келесі куәгерді шақыруға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Сот залына Үміт Бекмамбетованы шақырамын. Сіз Айша Бақчанқызына кім боласыз? Біз бірге жұмыс істейміз.
Айта беріңіз. Айша ханым осы күндер қатты өзгеріп жүр. Үйге қонбайды. Сырттағы тіріктері өте көп. Бізбен араласпайды. Архат мырзамен ажырасқалы бері бір жігітпен сөйлесіп жүр. Ол жігіт... Құрметті сот, тағы да ешбір дәлелсіз жала. Мен сөзімді аяқтауға мұрша беріңіз. Менде дәлел де бәрі бар. Айтыңыз. Ол жігіт Айша ханыммен кезесіп, гүл беріп, жүргендерін Архат мырза көріп, жынданып, маған компромат жина деп ақша берді. Құрметті сот, бұл өтірік, жала. Тыныштық сақтаймыз. Жалғай беріңіз. Айша ханым азанда кетеді, кешке жақын бірақ келеді, иногда қонбайды үйге. Бірақ бұның барлығын ол ұлы медет үшін жасап жүр. Аптасына 7 күн бойы, тәулігіне 24 сағат бойы қалай жағдайымды жасайын, қалай жағдайымды жақсартайын деп шыр көбелек айналып жүр. Осы 2 айдың ішінде Айша ханымның артық қылығын, қылтым-сылтымын көрмедім мен. Ал бағанағы айтып кеткен жігіт, ол заң адамы өте жақсы, өте тәрбиелі кісі. Мен ойлаймын, Айша ханымның бақытты болуға құқығы бар деп. Құрметті сот, біз бұл куәгердің жауабынан бас тартамыз. Өз еркіңізде. Жалғай беріңіз. Ал Архат мырза сұраған дәлел менде бар, ол міне. Байқа, білесің, жұмысына қарай ақшасы. Ертең ана с**каны мен сотта жеңу керек. Ұқтың ба? Алдыма келіп, зерлеп тұрып, кешірім сұрау керек. Надеюсь, ертең ешқандай проблема болмайды. Давай. Әже, Ау, балам, қарның ашты ма? Қаз сәл шыдай тұр, тамақ пісет, жарай ма? мама қашан келеді? Қазір келеді. Сот әлі бітпеген шығар. Ақылымнан айналдым. Осындай көп кішкентай балаға осынша ауыртпалық не керегі бар еді? Жаным сол. Екеуі татуласты ма екен? Білмеймін. Татуласса екен. Жаным-ау, оны кім қаламайды дейсің? Бірақ біз не істей аламыз? Сен істей аласың ғой? Мен не істей алам? Бәрін сен айтсаң, олар сені тыңдайтын. Рас па? Олар сенен қорқады ғой. Оны қайдан білесің? Мама мен папа айтатын. Сен айтсаң, соны обязательно істеу керек дейтін. Баршы, приказ берші, мен үшін. Жаным. Сара, тоқта. Мен үйге кеттім. Нені? Мен шаршадым, үйге кеттім. Мен енді қайтып келмеймін. Қалған киімдер грузчик алып келеді. Жібер мені. Қайда кеттің сен? Смысл неге бір жолы, а? Кто так решил, а? Мен сенімен Я сөйлесіп так тұр. решила! Я так решила! В смысле ты так решила? А? Типа мен кедеймін, е? Ал сен байдың қызысың. И ты подумала, что тебе можно, да, это так решать, а? Айқайлама маған. Тоқта Кетсем сен. Біз бірге бола алмаймыз. Мен сенен кешірім сұрайым, аяғыңа жалбарынам. А? Не жетпейді саған, а? Не жетпейді саған, а? Пусти, пожалуйста! Медетім дұрыс айтады. Қандай да бір қадірім қалған болса, мен олар тоқтатуым керек. Бала үшін тоқтайтын шығар.
Умка, саған үлкен рахмет. Че-то мен те предатель деп ойладың ғой, Жоқ. Иә, саған түріңді көрсең ғой. Ал, қызым құтты болсын. Рахмет. Барлық айыптан құлан таза құтылдың. Енді медетті алып кете берсең болады. Рахмет, пап. Қалай қорыққанымды білсеңіз ғой. Алдыңғы сотта тағылған айыптың бәрін сатып алынған дәлдеп шыққаныңызда өз құлағыма өзім сенген жоқпын, шыны керек. Енді әділдік бір жеңеді ғой. Белгісіз нөмірден біреу хабарласып жатыр екен қазір. Маған да Сара хабарласыпты. Алло, бұл кім екен? Алло, Сара, звондадың ба? Сара! Сара! Сара, қайдасың? Сара! Сара? Сара? Сара, осындасың ба? Сара, мені естісің ба? Сара, қазір кішкене шыдай тұр. Сара? Сара? Сара, тұршы. Сара, есін жишы. Сара, мені естіп тұрсың ба? Сара! Сара! Сәлемді алдым ғой. Сара, не болды? Айтшы маған. Ана қайда? Кім? Дастан. Үйде ешкім жоқ. Тез кет, қазір қайтып келеді. Жүрші больницаға, тез. Тұрағым, кет. Қалай болып бұның бәрі? Сара, байлашы. Сен кімсің тағы? Менің кім екенім маңызды емес. Сара менімен кетеді. Сараға көмек керек. Мен оған өзім көмектесем. Сен көп сөйлемей үйден кет бір. Дастан, ашумен ештеңе де шеше алмайсың. Жағдайын көріп тұрған жоқсың ба? Аузыңды жапшы. Жаның бар да шық үйден бар. Дастан, сен оны жақсы көресің ғой. Сен оны неге ұрғаныңды білмеймін. Бірақ жұдырықпен ештеңе де шеше алмайсың. Бірін-бірі шын сүйген адамдар бір-бірін жұдырықсыз түсінбейді дегенге мен сенбеймін. Әлде сенің Сараға деген сезімің жоқ па? Менде одан басқа ешкім жоқ. Дастан, онда бізді жібер. Мен саған уәде беремін. Сара есін жиып жақсы болғаннан кейін екеулерің асықпай отырып сөйлесесіңдер. Босқадан босқа сезімге қиянат жасама. Білесің ғой Сараның қандай нәзік қыз екенін. Сынып қалса, қалпына қайта келтіру оңай болмайды. Сара, кеттік. Жан, тоқташы. Тыңдашы мені, өтініш. Не дей бересің? Жоламашы маған, Барлығы жақсы болып жатыр ғой. Кетсе кете берсін, баласын алып екеуміз бірге боламыз. Барлығын жаңадан бастаймыз. Нағыз отбасының қандай болатынын саған көрсетейін. Мен ешқашан ұтылмаймын, ұқтың ба? Ешқашан. Мен ол қатынға әлі көрсетем, бұл басығаны. Сосын мен сен сияқты тряпканы қатынға ешқашан алмаймын. Сен тряпкасың, жиіркенішсің. Құсқым келеді сені көрсем, жолама маған, ұқтың ба?
Мам, Ау, біз енді бірге ұйықтайтын боламыз ба? біз енді күнде бірге ұйықтайтын боламыз. Керек заттардың бәрін алдың ба? Иә, мам. Онда папаңа пока дей ғой. Пока, пап. Демалыстарда саған кеп тұрам. Медет, сен қазір шыға тұршы, жарай ма? Біз папаңмен сөйлесіп алайық. Бірақ ешқайда кетіп қалма. Жарайды. Папа екеулерің достасасыңдар ма? Біз так доспыз. Архат, рахмет саған. Мен сен балаңнан айырмаймын. Демалыс күндері деген ол жай ғана шарттылық қана. Қалаған уақытыңда, қалаған кезіңде келіп балаңды көре аласың. Қанша дегенмен үлкен адамдармыз ғой. Мен саған шынымен бақыт тілеймін. Ортақ баламыз бар. Бастысы сәлеміміз түзу болсын. Айша, сен мені ғой мүсіркемей ақ қой, жарай ма? Әлі ештеңе біткен жоқ. Мен саған әт көрсетем. Жарайды, солай ақ болсын. Мам бәрі дұрыс па? Папамен достасыңдар ма? Жоқ, балам, папаң дос болғысы келмеді. Ашу басылған соң достасасың шығар. Ол маған достасам деген. Айша, уайымдама балам, сен барып машинаға отыра бер, мен қазір келем. Тұршы. Жанна, мен сенімен сөйлеспек түгілі сені көргім де келмейді. Барлығын түсіндіріп берейінші саған. Мен де бәрін түсіндім. Түсінбейтіндей ақымақ емеспін. Кешірші мені. Жанна, мен саған соншама не істедім? Еш нәрсе, мен просто бақытты болғым келді. Бақытты болудың басқа жолын таппадың ба? Кешір, барлығы үшін кешір. Өзімді, өзімнің бақытымды сенен артық қойғаным үшін. Мен өзім жазамды алдым. Кешір, тағы да бақытты бол. Қазір. Архат, амансың ба? Кіре ғой. Кеш мазалағанына ренжімейші. Жоқ. Жүрші шай қояйын балам. Жоқ, әуре болмаңыз. Келген шаруамды айтам да, қайта масысың. Болған жағдайға байланысты болса? Жоқ, ештеңе етпейді. Соттікі дұрыс. Енді Айша жақсы жұмыс тауыпты. Медетті асырай алатынына көзім жетті. Егер көзім жетпесе, келіспестемін. Ең бастысы өкпереніш жоқ қой. Жоқ, алыңыз. Мен келген себебім алдында Рахат бар ғой? Сіздер қарыз болған. Соның шаруасымен келіппін. Ойбай, ол тағы не деп жүр? Жоқ, ештеңе деген жоқ. Демейді сіздерге. Өйткені мен төлеп қойдым ойын қарызын. 5 миллион қарыз екен ағамыз. Соны қарызы қайтарсаңыздар маған. Мен өзім өткенде төлеп бердім. Мен де енді сот деп жүріп, анау деп жүріп, жұмысым кішкене ақсаңдап қалды. Ақша керек болып жатыр. 5 миллион... Мен оны қазір табан астында қайдан табам? Ондай жағдайымда ақшамда жоқ. Түсініп тұрмын. Сіз де мені түсініңіз. Ақша, аз ақша емес. Енді, білмеймін, біреуден сұрастырасыздар ма, жақындарыңыздан ба, болмаса мына үйді менің атыма жаздырамыз. Енді үй түкке тұрғысыз, бірақ сырып тастап жерін сатуға болады. Архат, сен менің жаңалығымнан алма. Жоқ. Мен бір ретін тауып реттеймін. Ойлаңыздар, ертең келейін. Ертең тағы да келем ғой. Жақсы, қайырлы. Ал, балам, бұл біздің уақытша үйіміз. Кейін пәтер аламыз, сол уақытқа дейін осы үйде тұрамыз. Қалай, ұнай ма? Қандай күшті. Мен өз бөлмем бола ма? Мына коридормен оңға барсаң, сол бөлме сенікі. Ішіндегі бүкіл заттар сенікі. Ура!
Умка, сен бе? О, жандос. Қалайсың, не ғой? Жақсы. Ал, үй құтты болсын. Рахмет. Мынау саған. Рахмет. Ал мынау медетке. Батырдың өзі қайда? Бөлмесіне кетті. Үйін тексеріп жүр екен ғой. Иә. Жеңімпаз қыздың бетінен сүйге болатын шығар. Мам, бұл кім? Бұл жандос ағай ғой, есіңде ме сен? Сен тауып келген полиция ағай. Қалайсың медет? Мынау саған. Ол мұнда не істеп жүр? Жұмысында отырмай ма? Балам, өйтіп айтуға бола ма? Қара саған қандай күшті ойыншық алып келді. Осындай ойыншық жақсы көресің бе? Керек емес маған ойыншық. Бұл жаман ойыншық. Балам, бұның не? Болмайды олай істеуге. Жарайды, ештеңе кетпейді. Кетсін нені? Сүймесін ол сені. Бұл үйде екеуміз ғана тұрамыз. Балам, жылдан бөлмеге бар. Не сұмдық бұл? Айша, бұл ұрыспай ақ қойшы, бала ғой. Мен қайтайын. Қайырлы күн. Кешір, жандос. Ештеңе кетпейді.